Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен жеке бюджетті бақылау туралы қозғайтын боламын. Күнделікті өзіңіз алып жүрген заттардың тізімін расход, доходты, кіріс шығысты жазып жүру арқылы өзіңіздің айлық табысыңызды тұрақтылай аласыз. Яғни сіз 100 000 теңге айлық алатын болсаңыз, онда сіздің де шығысыңыз соған сәйкесінше 100 000 теңге немесе одан да аз болу қажет. Өйткені инвестицияға 10% жіберетін болсақ, 10 000 теңгені жинап, оның 90 000 теңгесіне сіз әлі де бір ай өмір сүруіңіз керек. Сол үшін де кіріс пен шығысты қатар жазып жүрсеңіз, сізде ақшаның тұрақталуы және де ақша экономдауы болады. Байлардың бұл құпиясы деп саналады, сондықтан да кіріс шығысты жазып жүріңіз. Сауда орындарына барсаңыз, көбінесе дәптер ручкаларын қолына ұстап, осындай алынған заттар тізімін жазып отырады. Олардың да бір құпиясы осында. Пайдаңызға жарасын.